Қайырлы күн, қымбатты көрермен, Абай облысының өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан өз жұмысымызды бастаймыз. Бүгінгі қозғалатын тақырып 2026 жылғы Крещение мерекесі. Абай облысындағы жоспарланған іс-шаралар туралы. Алаңымыздың құрметті спикерлерімен таныс болыңыздар. Сүлейменов Алмас Төлеуғазыұлы, Абай облысы төтенше жағдайлар департаменті, төтенше жағдайларды жою басқармасының бастығы, азаматтық қорғау полковнигі. Сычук Роман Викторович, Абай облысының дін қызметкері. Өмірханов Мақсат Ерланұлы, Абай облысы дін мәселелерін зерттеу орталығының директоры. Алаңымызға қош келдіңіздер. Олай болса, баяндамаларыңызды бастауға рұқсат. Регламент бойынша 10-15 минут уақыт беріледі. Одан кейін әріптестеріміздің сұрағына кезек беретін боламыз. Алмас Төлеуғазыұлы, сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіздер ме, құрметті қала тұрғындары мен қала қонақтары. Өздеріңіз білетіндей, 18-ден 19-іне қараған түні Крещение Господне мерекесі тойланады. Сол кезде жаппай халық өзі жаңағы мұзды ойып, соған суға шомылады, өздерін тазарту үшін. Соған байланысты біздің облыс аумағында жергілікті атқару органдарымен 6 суға шомылатын орын анықталған. Ол 3 аудандарда, 2 қалада, Семей мен Курчатов қаласында. Сонымен қатар жаңағы 6 орында біздің қызметкерлер өздерінің кезекшілік атқарады. Құтқару қызметі, арнайы жасақтар 6 жерде, жалпы саны 43 адам. Былай айта кетсек, ол Семейде Ертіс өзенінің бойындағы Затон дамбасы, Бесқарағай ауданындағы орналасқан Святой Ключ, Бородулиха ауданындағы Большое көлі, Бородулиха ауданындағы Новошульба, Кировский пруды. Курчатов қаласындағы Ертіс өзені Маяк гостиницасының артында. Үржар ауданында парк болашақта. Басқа жерде суға түсуге тыйым салынады. Осыған мұқият болыңыздар, өздеріңіздің өмірлеріңізге абай болыңыздар. В целях обеспечения безопасности в период массового купания на воде во время празднования Крещения Господня с ночи 18 на 19 департаментом по ЧС области Абай будет организовано дежурство в местах массового купания людей. Места массового купания людей определены местными исполнительными органами. Это 6 мест купания по области Абай. Они расположены в 3 районах и в 2 городах. Это Семей и город Курчатов. В городе Семей это Иртыш, река Иртыш, дамба Затон. В Бесқарағайском районе место паломничества Святой Ключ. В Бородульском районе озеро Большое. И в Бородульском районе Новая Шубинский пруд Кировский. Город Курчатов, река Иртыш за гостиницей «Маяк». В Уржарском районе парк Балашак. Будет организовано дежурство из 43 сотрудников, наиболее подготовленных в период купания. Будьте осторожны. Всех с праздником. Добрый день, братья и сестры. Всех поздравляю с приближающимся праздником. Традиция крещения, традиция купания на крещение Господне напрямую к богослужениям не относится. Эта традиция в нашем народе имеет место, такое доброе, благочестивое. На сегодняшний день уже есть наработанная практика о том, как это сделать безопасным. Благодарим государство, акимат о том, что организует и скорую помощь, милицию, и горячий чай на местах купания. В этом плане те люди, казаки и другие доброходы, которые организуют купание, имеют тоже свои определенные наработки. То есть для погружения в воду делаются деревянные короба, которые делаются не сплошными, а с протоком воды, чтобы вода обновлялась, но с деревянным дном, с деревянными стенками, с деревянными поручами, по которым можно, держась за них, спуститься, окунуться и выйти. То есть в этом плане уже есть наработки, чтобы опасности утонуть минимизировать и исключить абсолютно. Очень большая благодарность акимату и государственным учреждениям о том, что вы заботитесь наши традиции поддерживать и продолжать их. Благодарю. Жылдан жылға білесіздер, тек қана сонымен қатар жастар ғана емес, басқа ұлт өкілдерінің де
қызығушылықтары жылдан жылға артып бара жатыр. Жақсы, жауабыңызға көп рахмет. Тікелей эфирден сұрақ келіп түсіпті. Мұз ойықтарында суға түсу кезінде адам санына нақты шектеу қойылады ма? Жалпы қауіпсіздік толықтай қамтамасыз етіле ме дейді. Алмас Сүлейменов, сізге Жаңағы айтып өткендей, мұзды ойғаннан кейін ол артынан жаңағы түбі бар, жан жағы торс жақын ағашпен қоршалған. Сонымен жаңағы баспалдаққа түсесің, қолмен ұстап жаңа шетіндегі поручни сонысы бар. Астына да бат кетпей, тереңдігі метр 20 сондай болады. Атам уже суның түніне батпайды, сол ағашты үстінде тұрады да сөңгейді шығып. Сонымен қатар жаңағы адам өмірде қауіпті кейбір бір шет түскендер жаңағы жүрек қысып, тағы бірдеңке болатын болса, біздің жаңағы медицина қызметкерлері сол жерде кезекшілікте болады. Түскенде адам санына шектеу болады ма дейді. Адам санына шектеу жоқ. Жақсы, көп рахмет. Бір адамнан түседі, енді андай сияқты топырлап түсе бермейді, бірақ қанша түседі оған шектеу жоқ. Жақсы, көп рахмет. Тағы сұрақ бар ма? Роман Викторович, вам вопрос. Проводится ли разъяснительная работа среди пожилых граждан и людей с ослабленным здоровьем целесообразности воздержаться от участия в данном обряде? Ну, во-первых, мы уточняем, что эта процедура абсолютно не обязательна, что этим самым вы свою веру не подтверждаете. Это для тех людей, которые хотят экстрима, а среди этих людей должны быть обязательно люди здоровые, те, у которых сердце ослабленное, у которых там инсультные какие-то проблемы. Тех людей мы строго-настрого запрещаем им участвовать в купаниях. Поэтому напрямую эта работа проводится, потому что, еще раз повторяю, что участием в этих мероприятиях наша вера не подтверждается. То есть обычно мы приглашаем на службу, на участие в богослужении. Основная масса народа у нас чаще всего в купании участвует, на службе не участвует. А мы говорим, что основное участие – это в богослужении. А те, которые хотят кроме богослужения еще экстрима, те могут, конечно, искупаться. Только здоровые, молодые люди. Жақсы, басқа сұрақ болмаса, бүгінгі баспасөз мәслихатын тамамдаймыз. Уақыт бөліп ақпаратпен бөліскендеріңізге рахмет, алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Аман сау болыңыздар.